армысың қазақ елі? Эфирде жұлдыздар әлемін алақаныңызға салып беретін Жарайсың шоу. Жадыра, көп күттірмей бағдарламаны бастауды ұсынамын. Ұсынысың қабылданды, біз бастаймыз. Жұлдызды жұп Қанат пен Света сырымен, сан түрлі өнермен бөліседі. Қонақ келгенде қазір өзім құраған көрпені төсеп қойып отыра беремін. Бәрекелді. Әке көрген оқ жонар, ал әке сәншінің арманы не? Жаңа толқын байқауында бағым шынап көргім келеді қатты. Осы және өзге де қызықты әңгімелер мен жаңалықтар бүгінгі бағдарламада. Жадыра, мына бір қызық мәліметті қара. Ғалымдар уақыттың бұрынғыға қарағанда қазір 18 есе тез жүретінін анықтапты. Я, бұрынғыға қарағанда қазір уақыттың тез өтіп кететінін кез келген адам байқап жүр. Айтпақшы, сен 18 есе дегенді ғаламтордан көрдің бе? Әрине. Ендеше серігімізге, біздің кеңесшімізге, тіпті ұстазымызға айналған ғаламторда қызықтары бірге көрейік. Адамның қимылын қайталамайтын қырсық көлеңке көріп беріңіздер. Көрмеген болсаңыздар, мархабат. Aha! I caught you. Hey, listen here, Shadow. You got to stick right with me. You got to do exactly what I'm the real person here. You're just the shadow. You have to do exactly what I say. Hey, don't give me that attitude. Who do you think you are? I could just make you disappear by walking out of the screen right now. Тіпті мына мұғалімнің көлеңкесі ашулы екен. Wait, no, stop. Whoa! Hey, whoa, what you doing? I gotta get help here. I'm gonna press the help key. I can get my laser pointer. Oops, I made it. Oops. Oh, hey, there we go. I got some help here. Thank you very much. Who is that? Құрметті көрермен, біз алдандық. Себебі бұл әжілге құмар мұғалімнің 1 сәуірге жасаған қалжың екен. Tell your students to have a happy Easter break, great vacation. Бүгін студиямыз ерекше махаббатқа толы, өйткені бүгін студиямызға жұлдызды жұп және олардың баласы келіп отыр. Біздің студиямыздың қонақтары Қанат және Света Айтбаевтар және ұлдары Димаш Құдайберген. Қош келдіңіздер. Алматыға қош келіпсіздер. Рахмет. Алматыға келіп кәдімгідей Ақтөбенің қаһарлы қысынан кейін әдемі бір көктемнің ауа райына тап болып, жанымыз жадырап керемет сезініп отырмыз. Естігеніңіз бойынша жаңадан міне пойыздан түсіп келе жатырсыз. Иә, пойыздан түсіп ашықпай өздеріңізге жеткен жайымыз бар. Көктем демекші, көктем мезгілі Алматыда басталып та кетті. Димашты біз сіздерді жазда шақырып едік, міне асықпай көктемде келіп қалдыңыздар. Неге сонша кешіктіңіздер? Әдетте біз қонақтарды бір апта бұрын шақырып, келесі апта келіп қалатын еді. Енді біздің Құдайға шүкір Қазақстан деген ұлан ғайыр дала. Сондықтан енді Ақтөбе қайда, Алматы қайда, жердің шалғайлығы бар, әртүрлі жұмыстары бар, сонымен үлгере алмай жатамыз. Ойлап қарасаңыздар, бізде арамыз 2,5 мың шақырымдай болады ғой да? Біз жазда шықтық, жеткен күніміз бүгін. Ұзақ келдіңіздер, бірақ келдіңіздер әйтеуір. Рахмет келгендеріңізге. Ең бастысы, енді басты жаңалық көрермен де біледі. Димаш келіп отыр бүгін біздің студиямызға. Димаш 2012 жылғы Жас қанат республикалық ән байқауынан бас жүлдені жеңіп алды. Димаш, бұл сенің алғашқы байқауың бе еді, жоқ әлде бұған дейін сен ондай үлкен байқауларға қатысып па едің? Бұған дейін жас балалар, жасөспірімдер арасында байқауларда бағымды сынап көргенмін. Бірақ ересек адамдармен бұндай үлкен деңгейдегі өтіп жатқан проектке бірінші мәрте қатысуым. Димаштан бұрын сіздер үшін үлкен қуаныш сәт болған шығар. Иә, әрине. Тек біз үшін емес, бұл Ақтөбе өңірі үшін өте үлкен қуаныш болды. Себебі сол Димаштың бас жүлде алғаннан кейін-ақ барлық ағайын тума, дос жаран, Ақтөбедегі барлық жанашыр қаланың тұрғындарының барлығы хабарласып телефонға дамыл болған жоқ. Жалпы Димашқа сендіңіздер ме? Сендік. Енді әрине жаңағы қай баланы тәрбиелеп жіберген кезде бір шамалы мүмкіндігіне қарап отырып барып жібересің ғой. Әйтпесе мүлдем баланың жаңағы талабына, сосын өнеріне сенбейтін болсаң, онда апар жаңағы ақырға қанша жергеме су құйғанмен гүл шықпайды ғой. Сондықтан енді барынша сендік, оның ұстаздары да сенді. Бәріне ұнады, Димаш бас жүлдені алды, бірақ Димаштың өзіне ұнамайтын сияқты. Неге? Өзің көңілің толмай отырған сияқты. Сондай-ақ басты қарсылас кім болды сен үшін сол байқауда? Бұл байқауға барғанда мен ерекше настроймен барған болатынмын. Бірақ Астананың ауа райы жақпай қалып,
маған суық тиіп қалған жағдай бар. Ақтөбе мен Астананың ауа райы бірдей емес па? Білмеймін. температура ауыр болады, сосын жаңағы Қасыңда анаң? Ол кезде біз Алматыда болғанбыз, содан Алматыдан барсақ, бұл бала ауырып жатыр біз екен. концерті болатын кезде концертіне қатыстық. Температура болып жаттым, тамам ангина болып қалды. Конкурстан шығарып жібереміз дегенде әңгімелер болды енді. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, осы конкурста сізге ең қатты қарсылас кім болды деп. Оны мен бірін жасы, бірін алып айтатындай деңгейдегі әншілер емес, бұлардың бәрі де гран-приге лайықты деп білемін. Себебі әншілік деген өзі бір сондай дүние, бір күні даусын шығады, бір күні даусын шықпайды. Ол дейтін тірі инструмент қой, связка деген. Сол себепті бұл жолы менің жолым, менің бағым шауып кетті. Димаш, ал енді сен ата-анаңды осы қазылар алқасы танып, сыйлап, содан саған бас жүлдені берді деп ойламайсың ба? Әрине ойладым. Бірақ та ол төңірегінде семьяда ол әңгімені қозғап талқыға салған емеспін. Қазіргі мамандығың қандай? Қай жақта оқып жүрсің? Ақтөбе музыкалық колледжінде, Ақтөбедегі Ахмет Жұбанов атындағы музыка колледжінің академиялық ән айту бөлімінің 3-ші курсында оқып жатырмын. Ұстазым Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Сейдапамында ұстазы. Біздің облысымыздың әншілерінің барлығының ұстазы болып жүрген Марат Айтымов деген керемет кісі бар. Сол кісі маған тәлім тәрбиесін беріп жатыр. Аңғарып отырған боласыздар, Светапа деп отыр. Бізде енді бұл кісілер бізді жаңағы ата-анамыз көріп отырса енді бізге шамалы кешіріммен қарайтын шығар. Қасында отырғанда бізге күйеуі мүмкін еді. Өйткені бұл кісі солардың баласы. Сондықтан біздің ата-анамызды папа-мама дейді. Бізге аға, апа дейді. Сондықтан қазір енді эфирде шамалы емденіп отырмыз. Мама, папа, ренжімеңіздер. Ол кісілер де алдағы уақытта келе жатар. Оны білген жоқ. Димаштың ата-анасын сіздер екен деп шақырып отырмыз. Көрдіңіз бе? Жақсы әзіл ғой. Енді әдетте әнші кісілер, ағалар, әпкелер енді қиын жол екенін біледі. Өздеріңіз де жақсы білесіздер. Балалар қанша талпынса да жоқ, қарсымыз. Әншіліктің жолын білеміз. Қаншалықты қиын екенін білеміз деп кәдімгідей біраз іс атқарады. Ондай пікірлерді естіп жүрміз, бірақ негізі адамның алған бетіне барынша қолдау көрсету керек деп ойлаймын. Мысалға бір бала әскери жолды таңдауы мүмкін, бірақ ата-анасы қарсы болады, бірақ оның ішкі жан дүниесі соны қалап тұрады. Ал тағы бір бала басқа салаға барғысы келіп тұрады. Адамның қолына не келеді, соған меніңше барғаны дұрыс. Кез келген бала кішкентайынан өнерге сусындап, міндетті түрде өнер адам болмай ақ қойсын, бірақ бір аспапта ойнап, болмаса ән айтып тәрбиеленсе, ол әдемілікке, бір жақсылыққа жаны құмар болып, көңілі сондай бір рухани бай болып өседі деп санаймын. Сондықтан балаға барынша музыкалық тұрғыда тәрбие бере беру керек деп санаймын. Міне енді бізді тамашалап отырған жұлдызды ата-аналар, кәсіби музыканттардың пікірі осындай. Сондықтан тағы бір рет ойланыңыздар. Мүмкін сіз балаңыздың тағдырына балта шабайын деп тұрған шығар. Кім біледі, солай ғой. Енді Ақтөбеден Алматы мен Астанаға барып тұру қиынға соқпай ма? Немесе сіздер бізге айтпай осында көшіп келдіңіздер ма? Жоқ. Бір қызық жері, біз мына андасында телеэкраннан болса да көріп қалатын кісілер, алматылықтар біз Алматыда тұрады екен деп ойлайды. Өйткені Ақтөбеге барсақ, бізде Алматыдан қашан келіп қалдыңыздар деп сұрап жатады. Астанаға барсақ, Астанадағы кісілеріміз сұрап жатады, сіздер Астанада тұрасыздар ма деп. Негізінде біз Ақтөбедеміз. Алматы мен Астананың аурысы елден ерекше. Өнер адамы үшін жоспарда жоқ па? Астанаға көшіп жатыр қазір бар. Енді кім біледі, қазір енді балдар өсіп келе жатыр. Қалай болғанда да ештеңе айтуға болмас. Димаш үйде жалғыз бала емес қой? Жоқ, бұдан кейін екеуі бар. Бұдан кейін тағы да балдар бар, құдайға шүкір. Кішкентай ғой енді мектеп жасында. Біреуі мектепте, біреуі балабақшада. Балдардың енді жақсы жерде оқып, орталықтарда жүріп, ата-анасының қасында болғаны қай ата-ананың да мысалға ойындағы нәрсе шығар. Болашақта оны көре жатармыз дейді. Димаш Айтбаев болып шыққан жоқ қой сахнаға. Димаш Құдайберген болып шықты. Біз енді алғашында біраз пікірлер болды ғаламторда. Ерболаттың інісі ма дегенде сондай бірнеше сұрақтар болған. Енді неге Димаштың фамилиясы Айтбаев емес Құдайберген? Менің әкемнің аты Құдайберген. Біздің балдарымыздың үшеуі де Құдайбергендер фамилиялары. Біздің үйде Света екеуміз Айтбаевтармыз. Атамыздың атына. Фамилия есім деп әңгімені қозғалып отырмыз.
менің көкейімде жүрген бұрыннан бері осы Света әпкеме қойғым келіп жүрген сұрағым бар. Света есімі жалпы құпиясы неге Сәуле емес мысалы? Иә. Мен туған кезде ауылға жаңа жас институт бітіріп, жас мамандар келеді ғой. Сондай бір математикадан сабақ беретін жас маман біздің үйге келіп тұрған екен. Сонда мен дүниеге келгенмін. Сосын ойбай құтты қонақ келді ауылға, мына есім қою мүмкіндігі, осы баламызға атын қою құрметі осы балаға бұйырсын деп, жаңа үлкен атамыз жаңа бала берген. Ауыл деген жас өзі бір сол кездегі сәннен қалмай жүрген. Советтік дәуірдегі. Жоқ, қазақ, бірақ орыс тілді қазақ. Есімі Светлана жаңағыдай. Сіздің толық атыңыз Светлана. Сөйтіп Светлана деп жіберіпті. Менің атым бұл қазақтың сондай бір қонағын құрметтеген қатты қонақжай халық екендігінің көрінісі деп мақтанамын осы күні. Ана берген құрметі. Иә, әңгіме өте қызықты өріп жатыр. Үзгім келмейді, бірақ бізде жарнама, сондықтан қысқа ғана үзіліске кезек береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта танымал әншілер Қанат Саят Айтбаевтар және олардың баласы Димаш Құдайберген. Асқар, сен білесің бе, адамдардың көбісі осы әнші қыздарды ақсаусақ деп ойлайды екен. Ал біздің Света ханым, ол пікірдің қате екендігінің дәлелі. Біздің Света ханым құрақ көрпеті керек. Бұл қаншалықты рас? Шынымен ол үйде мамамыз бар, анамыз, сол кісі өзі өте шебер адам. Құрақ көрпені құрауды сол кісіден үйрендім. Себебі үйге келін болып түскеннен кейін көремін, неше түрлі құрақ көрпелер тұрады. Соны сұраймын, мынау қалай жазылды, мынаның аты қандай? Бұл ши құрақ дейді. Ши құрақ біздің жақта көп пайдаланылады. Құрақтың да өзі өңірлерге байланысты бөлінеді ғой. Бізде сол ши құрақ білмеймін, өте көп пайдаланылады. Содан жаймын деп содан бастап үйрендім. Кейін өзім жасайтын болдым. Қонақ келгенде қазір өзім құраған көрпені төсеп қойып отыра беремін. Бәрекелді. Света Қанатты қандай өнерлерімен жаулағанын білдік, ал Қанат Светаны қалай өзіне ғашық етті? Махаббат оқиғаларыңызды айтып беріңіздерші. Барлығымыз студентпіз. Студенттердің ішінде бір белсенділер болады ғой. Педагогика училищесі деп аталады ол кезде. Сонда өтетін бір қыз сыны байқауына жаңағыдай әділ қазылық жасайтын жігіттерден бірнеше адам керек деп шақырған екен. Ішінде мен де бармын. Содан енді өнер көрсетіп жатыр сахнада көптеген қыздар. Соның ішінде Света да бар екен. Бірақ сол додада Света екінші орын алды. Екенін білмеймін. Сосын сіз білмегенде кім біледі? Сіз қазылар алқасында отырсыз. Қазылар алқасында отырмын. Енді қайдан білейін? Мүмкін басқа адам көбірек ұнаған шығар әділ қазыласына. Бірақ бұл кісі екінші орын алды. Бірақ бір қызық жері облыстық қыз сынына қатысатын болып, бір күні жексенбі күні телевизорды қосып қалып отырсақ, барлығымыз пәтерде тұратын жаңа жігіттермен шайды ішіп, телевизорды қосып қойып отырсақ, жаңағыдай бір қыз интервью беріп жатыр. Мына қызды қайдан көрдім десем, біздің екінші орын берген қызымыз облыстық конкурста қыз сынында бас жүлдені алып, жаңағыдай көңілі толып интервью беріп жатыр екен. Ол жерде әділ қазылар өте әділ болды деп ойлаймын. Қанат ағамыздың ол жерде болмағанына шүкір деп қойсаңызшы. Содан мен мына қызға үйленемін дедім сразу. Әрине. Ол кісілер арулар байқауының бас жүлдегері. Қасында жігіттердің бәрі мазақ қылған. Өзің екінші орын берген адам. Ол тем более саған өкпелі. Сені қайтпек сені деп. Содан бірге сол телебағдарламаларға араласып, және әртүрлі өнер додаларында, концерттерде кездесіп жүріп, ақыры содан әрменғадай ұласып кетті. Бәрекелді. Енді жаңа айтып отырмыз отбасыларыңыз жайлы. Димаштан басқа үйде Раушан және Әбілмансұр есімді балаларыңыз бар, иә? Олар да өнерлі шығар. Қайсысы әнге бейім, қайсысы қол өнерге бейім деген сияқты. Негізі жаңағы бұл үшеуінің де өте бір жақсы, менің маман ретінде аңғарғаным, абсолюттік есту қабілеттері өте жақсы. Себебі кез келген әуенді, сол тональнысын барлығын бірден түсіп, тез қабылдайды. Ал Раушан шамалы кларнет аспабын оқып үйреніп жүреді, өйткені мұғаліміміз кетіп қалып, сәл қиындау болып қалып, қазір дәстүрлі әнге барып жүр, осы биылдан бастап.
өзі айтады, ой мама, дәстүрлі ән қиындау, дәстүрлі өнер бармай ақ қойсам қайтеді деп. Мен басқа саланы таңдағым келеді дейді өзі негізі. Бірақ біз оған айтамыз, сен ертең болашақта тіпті шетелде оққанда да қазақтың домбырасымен ән айтып берсең, айналаңа қандай тамаша деп. Қазақы өнерді сіңіру үшін жаңа айтып отырмыз ғой, бала сол мамандық иесі болу міндетті түрде емес, бірақ біздің түп тамырымыздан ажырамауымыз керек. Мейлінше жаңа қазақы әдебиетке, қазақы фольклорға, қазақтың төл өнеріне бейім болса, яғни біз өзіміздің түп қазығымыздан ажырамаймыз. Раушан жасы 11-де жаймендеп домбыра шертіп ән айтып бастап жүр. Ал одан кейінгісі Әбіл Мансұр, ол кішкентай. Слухатшы. Айтпаевтардың продюсері бар ма, жоқ па? Оны біз келесі бейнесюжеттен кейін білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Уақыт өткен сайын адам баласының физиологиялық өзгеріске ұшырайтыны анық. Жастайынан киноға түсіп жұрт назарын бірден өздеріне аудартқан актерлерімізді жұртшылық сәтті ойналған киносы арқылы танитыны сөзсіз. Мәселен, Кевин деген атпен танымал болған 1990 жылы түсірілген «Один дома» фильмінде басты рөлді ойнаған Макалей Калкиннің жасы бүгінде 32-ден асып кеткенін ешкім біле бермейді. 2002 жылы әйелі Рейчел Майнелмен бір жолата айырылысқаннан кейін Макалейдің өмірі айтарлықтай күрт өзгеріпті. Тілшілердің айтуы бойынша ол 2012 жылы дәріні көп ішіп, өмірмен қоштасқысы келген көрінеді. Десе де бұл әрекетті Макалей Калкин жоққа шығар. Бойы 170 сантиметр болатын актердің салмағы небәрі 46 килограмм. Тіпті кей деректер оны нашаға тәуелді болып кетті деп көрсетуде. Көрермен қауымы Макалейдің қазіргі түрін көрсе, бірден тануы екіталай. Один дома жайлы айтқанда екі ұры Гарри мен Мервинді айтпай кетуге болмайды. Дэниэл Стерн бүгінде өзін режиссерлық қырынан танытып жүрсе, Джо Пеши киномен әлі қоштаспаған көрінеді. Джо мырзаның да біршама өзгерген. Фэнтези жанрында түсірілген «Зена королева воин» телехикаясы көпшіліктің есінде. Батыр, қайтпас қайсар Зена рөлін сомдаған Люси Лоулес жақында 45 жасқа толды. Сценарист, каскадер, режиссер, актер әрі әншілік өнерді бойына қатар сіңірген Джеки Чанның жасы 58-ден асты. Билл Джеки режиссерлік еткен «Доспехи Бога» «Миссия Зодиак» фильмінің кассалық жиыны $165 миллион асып жығылды. Бәлкім, жігітке жет өнерде аздығын осы болар. Арнольд Шварценеггердің көрермендері жыл өткен сайын азайып бара жатқан секілді. Киномен қатар саясатты қатар алып жүрген Арнольд мырза Калифорния штатының 38-ші губернатор атағына ие. Естеріңізде болса, Билл Арнольдтың қатысуымен өткен «Возвращение героя» фильмі үлкен экранға жол тартқан болатын. Арнольд Шварценеггерге қарап 65 жастан асты деп айту қиын. Күнделікті таңғы жаттығудың арқасында ол өзін үнемі сергек сезінетінін айтады. Уақыт бір орында тұрмайды. Сағатты сатып алғанымызбен уақытты сатып ала алмаймыз. Жастық шақ қайтып оралмайды. Сондықтан әрбір сәтті бағалай білейік. Ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Қатаға енді әншінің продюсері, жетекшісі, пиар менеджер болу керек деген қазір көптеген қағидалар жақсы қолға алынып жатыр ғой. Сіздерде осылардың қайсысы бар, қайсысы жоқ? Негізі кәсіби салада жүрген адамға ол міндетті түрде керек нәрсе. Мысалға, әншінің костюмері болу керек міндетті түрде, әншінің стилисті болу керек, әншінің жұмысын жүргізетін директоры болу керек, әншіні жарнамалайтын пиар менеджері болу керек, әншіні жағдайын жасайтын, жалпы әнші ғана болғанмен әншіні әнші етіп шығаратын бүтіндей бір штат керек. Мысалға бір ұйым. Кем дегенде 5-6 адам. Кем дегенде 5-6 адам болуға тиіс. Бірақ енді оны жасақтауға елдің бәрінің мүмкіндігі келе береді деп айта алмаймын. Біз енді қалай болғанда өз күшімізбен, өзіміздің енді студиямыз бар. Шүкір, ол әндерімізді жаңағыдай өзімізде жасақтап, өзіміз жазып, өзіміз теңестіріп, сосын телевидениеге басқаға шыққанда мүмкіндігінше енді біз кәнігі осы жолмен күндізіні тек қана осы бағытпен жүрмегендіктен сол барынша өз күшіміз әзірге өзімізге жетіп жатыр. Әзірге қажет емес. Әзірге қажеті болып жатқан. Бірақ нәрсе толғандырмай ма? Заман ілгерілеп бара жатыр. Дұрыс айтуыңыз. Біз көштен қалып кетеміз ау деген бір қауіп. Біз осы саланы жаңағы кәсібіміздің негізгі бағыт етіп алған кезде оны мүмкін қолға алатын шығар. Міндетті түрде ойланатын. Әзірге сіздер біз қосымша бағыт есебінде сіздер мемлекеттік қызметте жұмыс істеп жатырсыздар қазір филармонияда, иә? Менің білуімше. Иә, мен осыған дейін 2 жыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының
ұлттар достастығы үйінің директоры болған. Енді сол 1 жылдан астам уақыт Ақтөбе облыстық филармониясына директор болып ауыстым. Әрине, адамның басқа адамдарды даярлау жолында көп жұмыс жасаймыз да, бірақ өзіңе дегенде көбіне қол тимей қалып жатады. Алматыға, Астанаға көп концерттерге келе алмай жататын себебіміздің бір сонда да жатыр. Енді баршамыз білетін Құдайбергенов Қанаттың ұлы Ерболат әкесінен артық тумаса кем болмады. Ал енді Айтбаевтардың ұлы Димаш халықтың үмітін ақтайды. Ол енді көзіміз жетті. Бірақ жұртты Димаш несімен таң қалдырады деген осы жерде сұрақ туындайды. Жалпы мен классикалық әншілікке оқып жатқаннан кейін ең алдымен классикалық бағытпен шыққым келген еді негізінде. Бірақ дегенмен біздің халқымыз қазақылықты көбірек жақсы көретін болғандықтан қарапайым біздің өзіміздің үйреншікті эстрадамызға да бет бұрмасақ болмас. Сол себептен мен бір кішкене ғана өзімнің нишамды ұстап жатырмын деп ойлаймын. Өзім бір ұстауға тырысып жатырмын деп ойлаймын. Академиялық вокал мен эстрадалық вокалды араластырып өнер көрсету деген. Ұлықпан Жолдасов ағамыз маған бір тамаша ән жазып берген еді. Сол әнді өзім қатты баға тұтамын. Осы әнмен болашақта өзімнің тыңдармандарымды қуантамын деген ойдамын. Және де менің қазіргі ең басты арманым, ең басты мақсатым жаңа толқын байқауында бағым сынап көргім келеді қатты. Бірақ дәл қазір барсам мен әлі дәл қазір ертерек. Алдағы 1-2 жылдықта, 3 жылдықта қатты дайындықтан кейін бағым сынап көргім келеді. Көптеген нәрсеге әлі жас болғаннан кейін көңілі алып ұшып тұрып, ана конкурсқа да, мына конкурсқа да барғысы келіп тек тұра шапқысы келетін кездер аз емес. Айтқан кезде көбінесе біз тоқтатып қоямыз. 1-2 конкурске бардың, енді негізінен сабақты көбірек ойлау керек, адам шамалы тұрақтану керек. Ялта қаласына барып, 28 елдің әншілері қатысқан Шығыс базары, Восточный базар дейтін конкурсқа барып, одан 1-ші орын алып қайтты. Яғни өзінің білім деңгейін, мүмкіндігін сояқты дәлелдеді ғой деп ойлаймын. Бәрекелді, құтты болсын. Енді отбасы бір кішігірім мемлекет. Әр мемлекеттің өзінің әнұраны болады. енді сіздерден қонаққа де сұраймыз өздеріңіздің әнұраныңызды. Болмаса Димаш бір ән айтып берсін. Димаш айтып береді. Сіздер жолдан шаршап келіп отырсаңыздар. Енді жастар жағы айтып беретін шығар. Иә, Димаш айта берсін. Біз тыңдайық. Барлығы бірге отырып. Естайдың әні. Бір қыз бар маралды тақ орылғайын, табиғат берген екен күн мен айын. Мұратқа іздеген жан бәрі жеткен, дәреғау арманның көп неғылайын. Ақау жалған хусни қорған, екеуі туған екен бір анадан. Жігіттің арманы жоқ, қорландалған. Бәрекелді. Көп рахмет. Бүгін бізде қонақта болған Қанат пен Свет Айтбаевтар және Димаш Құдайберген. Сіздерге тек жетістік пен жеңіс тілейміз. Рахмет. Белгілі әнші актриса Әсел Сәдуақасованың сыры мен шыны. Мы с мамой попались на уловки мошенников. Осы және өзге де қызықты әңгімелер мен жаңалықтар ертеңгі бағдарламада. Бүгінгі өткен дәрістің тәрбиелік маңызы зор деп ойлаймын.
қыздар әлемін ашсаңыз алақанда, жұмсаңыз жұдырыққа шауып беруге тырыстық. Және бұл тек өзің үшін біздің көрермен. Ендеше ел арнада, ел аманда жүздесейік.